Армысыздар, құрметті көрермен, сіздермен бірге Қали Әубәкіров, Қаржы YouTube арнасы. Тарихымыздан белгілі 20 ғасырдың басында Алаш арыстары бастап, 12 мыңнан астам қазақ азаматы қол қойған қарқаралы петициясында көтерген 10 мәселенің ең маңыздысы жерге қатысты еді. Қазақ үшін жер дауы мен жесір дауы ежелден ең маңызды мәселе екені белгілі. Тәуелсіздіктен бергі халықтың ең қатты толқуы да осы жер мәселесі төңірегінде болып, дау мораторий жариялаумен басылған болатын. Енеше мораторийдің күшін жоюы жер дауын қайта өршітпей ме? Жер реформасы тақырыбындағы шығарылымда ақпаратты жан-жақты қарастырып, сөз қозғайтын боламыз. Ал ендеше кеттік. Қазақстанда жер мәселесіне қатысты халық наразылығы 2016 жылдың 24 сәуірінде Атырау қаласында болған. Ондағы Исатай Махамбет алаңына шеруге шыққан мыңдаған адам болды. 2016 жылы сәуірдің 24 күні Атырауда өткен наразылық акциясына қатысушылар үкіметтің жер реформасына қарсылық білдірген. Атыраудан соң мұндай шаралар Қазақстанның басқа да қалаларында өткен. Бұл оқиғадан соң бір айдан кейін мамырдың 21-інде елдің бірнеше аймағында өтеді деп хабарлаған шерулер болмай қалған. Наразылық жиындарына қатысушылар мен ұйымдастырушылар жаппай ұсталған. Атыраулық белсенділер Макс Боқаев пен Талғат Аян заңсыз митинг ұйымдастырды, алауыздық тудырды, жалған ақпарат таратты деген айыптармен 5 жылға сотталған. Тағы 6 адам билікті күшпен басып алуға үгіттеу, жаппай тәртіпсіздік, қылмысқа дайындалу баптарымен айыпталып, үйлері тінтіліп, бірнеше күн қамаудан соң босатылған. Митингілерден кейін сол кездегі Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жер кодексіндегі шетелдіктерге ауыл шаруашылығы жерін жалға беру мерзімін 10 жылдан 25 жылға дейін ұзарту құрамында шетелдіктер бар серіктестерге жер сату туралы даулы бағыттарға 5 жылға мораторий жариялаған. Ресми дерек: Қазақстан Республикасының жер кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 2015 жылғы 2 қарашадағы заңы қабылданды. Ол 2016 жылғы 1 шілдеден бастап күшіне енеді. Онда бос жатқан ауыл шаруашылық жерлердің бәрін аукцион арқылы сату көзделген. Аукцион барысында жердің сатып алушысы анықталмаса, онда нысанның құны төмендетіліп, қайта сатылымға шығарылады. Жерді сатып алған азамат оны қайта сатуға құқылы. Сәйкесінше 2016 жылдың наурыз айының соңында сол кездегі ұлттық экономика министрі Ерболат Досаев үкімет шілденің 1-нен бастап елде ауыл шаруашылығы жерлерін азаматтарға жеке меншікке аукцион арқылы сату және шетелдіктерге жалға беру мерзімін 10 жылдан 25 жылға дейін ұзартуды жоспарлап отырғанын хабарлады. Содан соң Атырау, Ақтөбе, Семей, Қызылорда, Ақтау, Жаңаөзен, Алматы және Орал қалаларында жер туралы заңға енгізілген өзгерістерге қарсы ірілі-ұсақты наразылық акциялары өтіп, 1 мамыр 2016 жылы сол кездегі Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жер кодексінің даулы баптарының күшін уақытша тоқтатты. Ашық қолданыстағы интернетте жариялаған ақпаратқа сәйкес, Қазақстан жерінің жалпы аумағы шамамен 222 миллион гектар. Оның ішінде ауыл шаруашылығына пайдаланып жүрген жер 100 миллион гектарға жуық болса, бос жатқан босалқы жер 100 миллион гектар. Қазақстанның 9,6 миллион гектар жері Ресейге, 0,9 миллион гектар жері Өзбекстанға пайдалануға берілген. Жер 2003 жылдан бері сатылуда. Сол жылғы жер кодексі қабылданғаннан бері 2016 жылдар аралығында жердің 3 миллион гектарға жуығы жеке меншікке сатылған. Оның ішінде 1,5 миллион гектар ауыл шаруашылық саласында екен. Шамамен 75 мың гектар жер шетелдіктерге жалға берілген. Олардың жалға алу мерзімдері 2022-2025 жылдар аралығында аяқталады екен. Сонымен қатар, пайдаланбай жатқан жерлерде үздіксіз анықталып жатыр. Мысалы, 2015-2018 жылдар аралығында пайдаланбай немесе өзінің бағыт алуы бойынша емес пайдаланып жүрген 9 миллион гектар аса жер анықталды. 2016 жылы Назарбаев жер кодексінің кейбір баптарына жариялаған мораторий арада 5 жыл өтіп, биыл аяқталды. Осы уақыт аралығында билік тарапынан айтарлықтай шешімдер қабылданбады. Тек қоғамдық белсенділер тарапынан біраз кездесулер ұйымдастырылып, халық әлі де наразы екен. Уайымдап жүргендері түсінікті болды. Айта кететін жөн, халық билікке біраз игі әрі қажетті бастамалар мен ұсыныстар жолдаған. Енді биыл қайта жер комиссиясы жасақталып, жұмыс топтары құрылып,
талқылаулар басталды да аяқталды. Бір айдың ішінде комиссияның 5 отырысы өтіп, жұмыс топтарының 12 кездесуі ұйымдастырылып, 113 сұрақ пен ұсыныстар қарастырылды. Олардың 20-сы бойынша нақты шешім қабылданды, 28 ұсыныс парламентке тікелей жіберілді де, 47-сі мемлекеттік органдарда нақты шешім қабылдануы керек. Байқасақ, барған сайын комиссия мүшелерінің пікірі сан-саққа бөлініп жүр. Бірі қазақстандықтарға жерді жекеменшікке беруді сұраса, көбісі бұған қарсы. Жалға беру жайында да талас бар. Субаренданы да заңдастыруда айтылып қалды. Бұдан бөлек, жер кодексіне талқыға салар тұстар жетерлік. Бірақ, жер комиссияның құрамы бойынша қоғам тағы да наразылығын танытып, қарсылығын білдірді. Оның құрамына назар аударсақ, шынымен жартысынан көбісі мемлекеттік қызметкерлер болып табылады да, үлкен шаруа қожалықтарының иелері болған. Тек шамамен 30% қоғам белсенділері, демек халықтың өкілдері. Келесі жолы осындай комиссия құрылған кезде 50-50 принципін ұстанған жөн деп санаймын. Сонда сенімде, нақты шешімде болады деп ойлаймын. Нәтижесінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жер шетелдіктерге сату мен жалға беру мәселесіне нүкте қойды. Бұл ақпарат ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің 5-ші отырысында биыл 25 ақпан күні жарияланды. Ақыры парламент мәжілісіне шетелдіктерге жерді сатуға және жалға беруге тыйым салатын заң жобасын президент жолдаған болатын. Біріншіден, шетелдіктерге және шетелдік заңды тұлғаларға ауыл шаруашылығы жерлерін сатуға, жалға беруге заң жүзінде бір жола тыйым салуды тапсырамын. 7 сәуірде Қазақстан Республикасының парламенті мәжілісінің жалпы отырысында жер қатынастары бойынша заң жобасы бірінші оқылымда бір ауыздан қабылданды. Сонымен, жер туралы заң жобасында халықты толғандырып отырған басты сұраққа жауап берілді. Ауыл шаруашылығы жерлерін шетелдіктерге, азаматтығы жоқ адамдарға, сондай-ақ шетелдік қатысуы бар заңды тұлғаларға, жеке меншікке және жалға беруге тыйым салынды. Енді осы қабылданған жердің шетелдіктерге сатылмауы мен жалға берілмеуі туралы заң жобасын негізгі баптарын жер туралы комиссия басшылыққа алып, барлық жер туралы мәселелерді түгел шешуі тиіс еді. Бірақ ақыры жер реформасы жөніндегі комиссияның кезекті отырысында ауыл шаруашылығы жерлерін жекеменшікке беруге туралы мораторий мерзімін 5 жылға ұзарту туралы шешім қабылдады. Кем дегенде 2023 жылға дейін уақыт керек. Азаматтарымыз жердің иелікке немесе пайдалануға берілуі әділетті және ашық өтетініне көз жеткізуі тиіс. Өткен аптада жерді 49 жылға жалға беруге байланысты тарихи шешім қабылданды. Ол шешім жердің қазіргі экономикалық айналымға енуіне толықтай мүмкіндік туғызып отыр. Меншікке байланысты болады не болмайды деп шешім қабылдамай, болашақтың еншісіне қалдыру керек. Жерді жеке меншікке беру мәселесі өте күрделі, сондықтан түпкілікті шешім қабылдау үшін біраз уақыт керек екені анық. Аталған жұмыстарды сапалы орындау және енгізу үшін 3 жылдан 5 жылға дейін уақыт қажет. Сондықтан қазақстандықтар үшін жеке меншікке мораторийді көздейтін норманың қолданылу мерзімін 5 жылға ұзартуды ұсынамыз. Түрлі шешім қабылдап, елді жан-жаққа тартуға еш қақымыз жоқ. Шешім біреу ғана болуы керек, деді Ералы Тоғжанов. 29 сәуірде парламент сенаты мәжіліс мақұлдаған жер қатынастары туралы заң жобасына түзетулер енгізіліп, төменгі палатаға қайтарған болатын. Атап айтқанда сенаторлар жер кодексіне жеке орман өсіру үшін жер учаскелерін тек Қазақстан азаматтарына және шетелдік үлесі жоқ Қазақстанның заңды тұлғаларына беруді ұсынды. Осыны дер кезінде байқап, көңіл аудартқан қоғам белсенділерінің жұмысын атап өтпеуге болмайды. Нәтижесінде президент Тоқаев бұған дейін парламенттің қос палатасы мақұлдаған жер қатынастары туралы заңға ағымдағы жылдың 10 мамырында қол қойды. Құжатқа сәйкес жер шетелдіктерге сатылмайды, жалға да берілмейді. Құжатта шетелдіктермен және шетелдік үлесі бар қазақстандық компаниялармен бұрын жалға берілген ауыл шаруашылық жерлерінің мерзімдерін ұзартуға болмайтындығы және олардың жалдау мерзімі аяқталғанға дейін иелік ететіндігін көрсетілген. Бірақ әзірге Қазақстан азаматтарына жер сату мәселесіне нүкте қойылмады. Демек, жер мәселесі толықтай әлі шешілген жоқ. Қорытындылай келгенде, елімізде белшесінен батқан жемқорлық халықтың сенімін жойып, ертеңгі күнге деген үмітін жойып жатыр. Өкінішке қарай қазағым өзімен өзі өмір сүріп, өмірін ащы тұстарымен күресіп отыр. Сөзсіз, ауызбіршілік пен ынтымақ қазағымызға әлі де жетіспей жатыр. Кей тұстарда бір-бірімізді қырып жіберуге дайын тұратынымыз алаңдатады. Дегенмен, ұлттық болмыс, тарихымыз бен
Жеріміз туралы мәселе туындап, күн туғанда қазақ атқа мініп қорғауға дайын. Әрі солай болуы да шарт. Жер мәселесі толық шешілмей, түнде қазақ тыныш ұйықтай алмайды. Ата-бабамыздан мұра ретінде қалған жерімізді сақтап, өскелең ұрпаққа жеткізу біздің парызымыз. Сондықтан да жер дегенде өзімізді аямай дайын болуымыз хақ. Қымбатты достар мен оқырмандар, каналға жазылып, лайк басу арқылы қазақ тілді контентті қолдап, демеу көрсетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыздың арқасында қазақ тілді ақпарат кеңінен тарап, оның өзектілігі арта түседі. Сондықтан пікірлеріңізді білдіріңіздер. Аман, сау болыңыздар.